ескерту деген нәрсе, жүрек, менің жүрегі ерекше жұмыс жасауға тырысып үйрену керек та бұл ескертулермен да. Өйткені Раббың бостан босқа ескертпейді. Раббың жаңағыдай азаптарды айтқанда да бостан босқа айтпайды ол. Мақсат бір адамды қорқытып жіберу деген нәрсе емес. Мақсат адамның жүрегін жөндеуді. Жүрегін бағанаға сені өзім үшін жасадым дегендей, Алланың құлы деген ұғымды сіздің санаңызға қойып қою. Алланың құлы, өзіңіз ойлаңызшы қандай? Алланың құлымын деген нәрседе не жатыр? Сөйлейсің ба? Алла разы бола ма? Сөйле. Разы болмайды, сөйлеме. Сен Алланың құлысың. Сен ешкімнің инструменті емессің. Түсіңіз бұл өмірде? Сен ешкімдікі емессің, сен Алланыкысың. Бірінші орында. Сол Алланыкі. Тілің Алланыкі. Көзің Алланыкі. Осыны шама келгенше істеуге тырысу керекпіз. Шама келгенше. Ешкім бір күнде бұндай нәрсеге жете алмайды. Бірақ сол мағынада дос болсақ бір-бірімізге, сол мағынада бір-бірімізге біреу ғайбат айтып жатса да, бауырым Алла тағала естіп тұр ғой, айтпай қояйықшы десең. Оған тиісіп айтпа, сен ғайбат айтпаса ше деп. Сен ғайбатқа ғана тиіс. Бауырым айтпай қояйықшы, Алла тағала естіп тұр ғой. Алла риза болсын бауырым. Бұл мағыналар жұмыс істеу керек. Әбден солай жұмыс істеп, Алланың құлы деген ұғым пайда болу керек та, лайықты деңгейде да. Біз қазір көбінесе өзіміздің көңіл қалау, нәпсілеріміздің, мінезіміздің, амбицияларымыздың құлдары болып кететін сәттер кездесіп жатады. Неге? Өйткені ескертулермен біздің жүрек жұмыс істемейді. Біз ескертулер басқа біреулерге айтып жатқан сияқты. Аналар туралы ғой ол. Аналар туралы ғой деп. Жоқ, ол сен туралы. Ол мен туралы. Осыны түсіну керекпіз біз. Бізге ескертіліп жатыр да. Раббымыз біледі бізді. Сондықтан айтады: "Фәлә тузакку анфусакум", өздеріңді ақтамаңдар. Ол біледі ғой кімнің қорқып жүргенін дейді. Сондықтан ескерту деген нәрсе әрдайым пайдаланыңыз. Кейде Алла тағала табиғатпен ескертеді. Мысалы жаңағындай бір қатты жел тұра бастайды, ысқырып мысалы. Соның өзінде жүгіріп барып дәрет аласап сәждеге жығыласаңыз: "Раббым, кешір, әр нәрсемен бірге жұмыс істеңіз." Жел тұрып жатыр екен ғой далада, жаңбыр жауа ма екен деген нәрсе бізге жараспайды ол. Басқалар мүмкін істей берсін оны. Бірақ сізге болмайды олай істеуге. Сіз құлақ қалу керексіз сәждеге. Раббым, сақташы мені деп. Ескертулер осылай жүрек жұмыс істеп үйренсе, әрбір ісіңізді Алла тағала бақылап жүретін қасиет береді бізге. Міне, ескертулерден кейін Алла тағала айтып жатыр. Өйткені бұл ескертулер көбіне мүминдерге пайда береді ғой. Фазаккир инна зикра танфаул муъминин дейді Алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға. Ескерт, естеріне түсір ей пайғамбар. Расында естеріне түсіру, ескерту, уағыздау мүминдерге пайда береді дейді.